Сәлем достар, қалайсыздар? Биыл Алматыда қар өте көп жауды. Біз үшін бұл үйреншікті жағдай емес. Шок болып жатырмыз. Бұл уақытта жылда көктем келіп қоятын. Сонымен машинаның қарын тазалап, қыздырып, оталдырып, Джелсиға келдім. Ылғи осы жерден айран сүт аламыз. Домашний Талдықорғанскі өте дәмді. Үйге кеп сүтті алып кеп блины пісірдік. Өте дәмді болып шықты. Бағана базарға барып банан мен апельсин әкелгем. Осылай ортасына банан сап, сгущенка сап, әдемілеп шай ішіп алдым. Содан кейін сіздерге апельсин туралы айтып кетейін. Ішіне бір-екеуі осындай болып шығып қалды. Енді ол болады осындай арасында. Апельсинді қалай таңдайсыздар? Қараңыздар. Аналық апельсин осындай тесігі болады. Аталықтар кішкене қышқыл, дәмі жоқ болады да. Аналық апельсиндер өте дәмді, тәтті болып шығады. Содан кейін сап-сары емес, желательно осындай кішкене қызғылт сары ма, сондай түстес алсаңыздар, апельсиндеріңіз өте дәмді болады. Міне қарасаңыздар, мына апельсиндердің барлығында осындай тесік бар, яғни оның барлығы аналық деген сөз. Қараңыздар, өте дәмді, жақсы сорты деген сөз. Қазір мен осыдан бір ящик алдым, өйткені осы апельсиннен балаларға күнде сок жасап беремін. Сол үшін көп қойып алдым. Қазір екінші астын қарайық. Астындағы апельсиндерде міне осында астында да барлығында тесік бар. Яғни бұлар да өте дәмді деген сөз. Аналық деген сөз міне. Ал аталықта тек қана бір точка болады. Осындай тесігі болмайды. Осылай таңдайсыздар апельсин. Банан алып келгем, что-то қарайып жатыр жылы жерге келгеннен кейін. Апельсиннен сок жасап едім, балалар уже ішіп қойды, түсіріп үлгермедім. Өте дәмді болып шықты. Зато ешқандай қоспасыз, табиғи үйде жасалған, балаларға өте пайдалы. Арасында осылай пельменде қатырып түйіп қойдым, асыққан кезде, үлгермей жатқан кезінде. Біраз уақыттарыңызды үнемдейді. Сіздерде осылай жасап қойларыңызға кеңес беремін. Одан кейін қызымды биге апардым. Бұрын гимнастикаға баратын, қазір осылай биге ауыстырып жібердім. Сонымен осылай менің бір күнім өтті. Сау болыңыздар.